Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, Руслан Бақшаның спорт жаңалықтары YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бізде әдеттегідей жаңа шығарылым және талқылайтын тақырыбымыз әуесқой бокс. Алаш астанасы Семей қаласында бокстан ересектер арасында және әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты өз мәресіне жетті. Айта кетейік, Семей қаласы араға 29 жыл салып, осындай бокстан үлкен Қазақстан чемпионаты деген турнирді қайта қабылдап отыр. Абай облысында, Абай аренасында 2 бірдей шаршы алаңда 371 боксшы бірнеше күн бойы өзара мықтыны анықтады. Ендеше осы турнирдің қорытындысы бойынша жаңа есімдер кімдер, жалпы Қазақстан чемпионатында кімдер жеңіске жетті, осылардың барлығын бірге талқылайық. Ендеше арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Руслан Бақшаның YouTube арнасындағы барлық видео Фонтимнің қолдауымен шығып жатыр. Ендеше әріптестерімізге алғыс айтамыз. Қазір төменде сілтемесін қалдырып кетем. Фонтимның әлеуметтік желідегі барлық парақшаларына тіркеліңіздер. Достар, осылайша Қазақстан чемпионаты да өз мәресіне жетті. Бұл енді осыған дейінгі шығарылымда айтып жүргеніміздей, Қазақстан чемпионаты деген енді Қазақстандағы жалпы ең мықты жарыстардың бірі. Қазспорт телеарнасы бұл жалпы жекпе-жектерді толыққанды тікелей эфирде көрсетіп шықты. Сонымен қатар айта кетейік, енді бұл айқастарды тек еліміздің былғары қолғап жалпы жанкүйерлерден бөлек басқа да елдің өкілдері тамашалауға мүмкіндік алды. Мәселен, көрші елдің өкілдері Қырғызстан, Өзбекстанның да көрермендер тамашалады. Әлеуметтік желіде бізде оларды бақылап отырды. Кімдер бар екен, кімдер шықты деген сияқты. Айтпағымыз не? Өйткені бұрындары, тіпті әлі күнге дейін деп айтуға болады, Қазақстан чемпионатында жеңіске жеткен боксшы міндетті түрде Азия чемпионатында, Азия ойындарында жүлдегерлер қатарынан көрінетін. Бұл дегеніміз соншалықты Қазақстан біріншілігінің енді өте мықты екендігін айтады. Ендеше осы әлеуметтік желіде Қанат Әл-Дивани деген атымен танымал спорт журналисі бір керемет ақпараттар дайындап жүреді. Осы боксқа қатысты да біраз ақпараттар дайындаған екен. Және сол әріптесіміз былай жазған екен. Әрине, кімдердің жеңіске жеткендігін бәріміз жақсы білеміз, бірақ десе де сол әріптесіміз мықты бір фактілер дайындаған. Мәселен, ерлер сапында, жалпы ересектер арасында алғаш рет топ жарған Қазақстан чемпионаты атанған боксшылар кімдер деген сауалға жауап берсек, ерлерде бір ғана боксшы бар. Ол 85 келідегі Дәулет Төлемесов деген жігіт Қазақстан біріншілігін ересектер арасында бірінші мәрте жеңді. Қалған салмақтарда еркектерде біз біліп жүрген, көріп жүрген боксшылар өз салмақтарында жеңіске жетті. Яғни танымал боксшылар бәрібір де әлі күнге дейін ішкі чемпионатта да мықты екендігін дәлелдеді. Дәулет Төлемесовтен бөлек әйелдер сапында 4 бірдей салмақта жаңа чемпиондар атанды. Олар Елена Базарова 21 жаста 54 келіге дейінгілер арасында Қазақстан чемпионаты атанды. Жамбыл облысының өкілі Ұлжан Сәрсенбек 20 жасында алғаш рет Қазақстан чемпионаты атанды. Сондай-ақ Бақыт Сейдіш бар 20 жастағы боксшы 70 келіде үздік болды және Валерия Аксенова 24 жасында 80 келіден жоғары салмақта ішкі чемпионатта топ жарды. Бұл қуантады. Жаңа есімдер пайда болды деген сияқты. Әсіресе әйелдер боксында білесіздер ғой, Ливерпуль төріндегі World Boxing ұйымдастырып өткен әлем чемпионатында енді біз жалпы командалық есепте Өзбекстанды артқа тастап бүкіл әлем бойынша бірінші орынға шықтық қой, және сол қыздардың арқасы еді ғой. Өйткені қыздар алтынды көп алып берді, нәтижесінде біз көш басына көтерілдік, бүкіл әлемді мойындаттық. Сондықтан да қыздарымызға алғыс, және қыздар арасында да бізде поколение дейді ғой, енді былай айтқан кезде мықты бірінші, екінші нөмірлі боксшылардан бөлек басқа да жас ойыншылардың, жас боксшылардың шығып келе жатқандығы қуантады. Сонымен ерлер арасында Қазақстан чемпионатында турнирдің үздік боксшысы деген номинацияны кім жеңіп алды? Ол Сабыржан Аққалықов 75 келідегі боксшы үздік деп шықты. Жазира Орақбаева қыздар арасында 51 келі салмақта Қазақстан чемпионатының үздік боксшысы атанды. Ал енді жеке-жеке келетін болсақ, 50 келі салмақта Даниал Сабит финалда Бекзат Алдамжаровты жеңіп кетті. 22 жастағы, 20 жастағы Сабит Батыс Қазақстан облысына алтын жүлде алып келді. 55 келіде Сәкен Бибосынов өз салмағында кезекті мәрте Қазақстан чемпионы атанды. Түркістан облысының өкілі, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, әлем чемпионы. Осыған дейін айтқан едік, Сәкен Бибосынов Қазақстан чемпионатына қатыспай, Қырғызстанда, Бішкекте осы алдағы күндері кәсіпқой бокстағы жекпе-жегін өткізеді деп, бірақ ол Қазақстан чемпионатына да келді. Сөйтіп өз салмағында топ жарды. Ол финалда Нұрсұлтан Алтынбекті жеңді. Қызылорда облысынан келген 22 жастағы боксшыны ұпай саны бойынша жеңді. Бұл салмақта Тимур Қабдешев пен Бексұлтан Боранбектер үшінші орынды иеленді. Ендеше Сәкен Бибосыновтың сұхбатын қарап шығайық.
финалдық жекпе-жегім оңай болған жоқ. Өзіміздің Нұрстан бауырымыз өте жақсы көретін бауырлардың бірі. Аға ретінде мені өте қатты сыйлайды. Мен оны іні ретінде өте жақсы сыйлаймын. Жекпе-жек өте тамаша, тартысты, таза бокс болды деп ойлаймын. Енді бабыммен бағым қатар шауып жеңіске мен жеттім. Енді Нұрстан бауырыма келесі жарыстарда шын жүректен тілектеспін. Бұйырса тек қана биік тұғырдан көрсін, әлем олимпиада чемпионы болсын, чемпиондарымыз көп болсын. Мен оған қызғаныш көзбен қарамаймын, бір салмақтан болғаннан кейін келелеспін. Кім болса да қазақтың намысын абыроймен қорғаса болды. Иә, достар, біз Сәкен Бибосыновқа Бішкек төріндегі кәсіпқой бокс жекпе-жегінде тек қана сәттілік дейміз. Сәкен Бибосынов енді өзінің жалпы былайша айтқанда бағын кәсіпқой бокста да сынап жатыр. Ендеше біз бірнеше күннен кейін сол айқасты көріп Сәкенге қолдау көрсетеміз. Ал енді 60 келі салмақта Серік Теміржанов 27 жастағы Павлодар облысының өкілі алтыннан алқа тақты. Ол финалда Бейбарыс Жексенді жеңді. Жамбыл облысының өкілін Оразбек Асылқұлов және Дәулет Молдашевтар үшінші орынды иеленді. 65 келі салмақта Санатәлі Төлтаев Маңғыстау облысына алтын жүлде алып келді. Мінекей 26 жасында Қазақстан біріншілігін тағы да жеңіп отқан жайы бар. Санатәлі ол финалда Ертуған Зейнуллиновты жеңді. Ертуған да ұлттық құраманың енді боксшылардың бірі екендігін біз өте жақсы білеміз. Алматы облысының өкілі Әбдіғалым Әбдікәрім және Илья Калинин 65 келіде қола жүлдегер атанды. Ендеше Санатәлі Төлтаевтың да сұхбатын қарап шығайық. Жекпе-жек ойдағыдай болды. Бапкерлердің нұсқауы болды. Сол нұсқаумен ешқандай ошибкасыз десе болады. Жақсылап тұрып жұмыс істеп шықтық. Соның жемісін көрдім. Аллаға шүкір, чемпион атандым. Ерсұлған оңай қарсылас емес. Әркім финалға шыға бермейді. Әркім мысалға олимпиаданың несі болды ғой бізде, лицензиясы қатыса бермейді. Сол себепті мықты. Алдыда тек қана табыс қана тілеймін, сәттілік. Жоспарымыз енді осы ұлттық құрамада қандай жоспар бар? Соған следовать етеміз. Толығымен әуесқой бокста боласыз. Әуесқой бокста да боламын және кәсіпқой бокста да боламын. Екеуін бірге алып жүремін. 70 келіге дейінгілер арасында Қазақстанның ең танымал боксшыларының бірі Қарағанды облысының тумасы Абылайхан Жүсіпов кезекті мәрте Қазақстан чемпионы атанды. Бұл боксшының карьерасындағы Қазақстан чемпионатындағы 4-ші жетістігі. Әлі де бабында екен. Жекпе-жектен кейін сұхбат берді. Сол сұхбатын қарап шығайық. Араға 4 жыл салып қайтадан Қазақстан чемпионы атандым. Бұл мен ересектер арасында 4-ші Қазақстан біріншілігінде чемпион атанған кезім. Өте қуаныштымын. Әлі де өз бабымда екеніме, жастың тек қана саны екені мен үшін тағы да бір дәлел. Сол үшін өте қуаныштымын. Бәрі жақсы, керемет. Фарухпен бұған дейін де кездестіңіз Қазақстан чемпионатында, иә? Жалпы Фарух өте жақсы жігіт. Бұл үшінші рет кездесіп тұрған сәтіміз. Араға бір жыл салмай үш рет жекпе-жекте жолықтық. Өте қуаныштымын. Бұл бала әр жекпе-жектен қосып келе жатыр. Ең бірінші жеңіл болса, екінші рет Странжада финалда кездескен кезде сәл қиындау болса, бүгін кәдімгідей бізге жекпе-жек көрсетті. Класс көрсетті, молодец. Жоспар енді осы айдың соңында оқу-жаттығу жиындары деп естіп жатырмыз. Сол оқу-жаттығу жиындарында Қайрат Тұрсынханұлы алдағы жоспарларды айтатын болады деп ойдамын. Абылайхан 70 келі салмақта финалда Фарух Тоқтасыновты жеңіп кетті. Сонымен қатар бұл салмақта қола жүлдені Нұрбек Мұрсал және Мұхаммед Сабыр Базарбайұлылар жеңгендігін айта кетейік. Ал енді 80 келіге дейінгі салмақта Ерасыл Жақбеков Абай облысының намысын қорғап 23 жасында Қазақстан чемпионы атанды. Бұл енді жергілікті жанкүйерлерге бір керемет қуаныш сыйлағандығын айтайық, өйткені жекпе-жек Семей қаласында өтті. Ерасыл финалда Диас Молжігітовті жеңіп кетті. Молжігітов Жамбыл облысының атынан қатысты. Санжар Әлі Бегалиев және Азамат Бектастар Шымкент және Қызылорда облыстарына қола жүлдені сыйлады бұл салмақта. Дәулет Төлемісов жаңа айтқан осы Қазақстан чемпионатындағы жаңа есім 85 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде алтыннан алқа тақты. Сұлтан Айбарұл деген жігітті жеңіп кетті. Үшінші орындарды Бекзат Таңатар мен Дәурен Мамыр алды. Ендеше Қазақстан чемпионатында биылғы маусымда жаңа есім атанған жаңа чемпионның пікірін қарайық. Дайындық өте жақсы болды, бірақ Қазақстан чемпионатына жақындаған уақытта кішкене травмалар болып қалды, соның кесірінен кішкене формаға кіре алмай. Бірақ Аллаға шүкір, осы жарысты өте жақсы дәрежемен аяқтадық. Өзім 2005 жылғымын, алдыңғы жылы бірінші Қазақстаным болған, онда екінші орын алдым. Осы жылы Алан қалаумен бірінші орын алдым. Ақтөбе облысында бұл бұрын соңды болмаған. Қателеспесем 13-15 жыл Қазақстан чемпионы шықпаған. Сол өзімде өте қуаныштымын. Негізі барлығы жекпе-жектер
қарсыластар Қазақстан чемпионаты болғандықтан өте мықты қарсыластар болды. Айтып өтсем, бірінші жекпе-жегім ауыр болды, себебі 3 ай, 4 ай жарыс көрмедім, сбор көрмедім дұрыс. Сондықтан бірінші бой өте ауыр болды. Финал, тактика жағынан басқаша бокс естім. Кішкене алдыға жүріп, кішкене содан травмалар алып болдым. Өзім негізі стилім алыстан бокс есту, бірақ осы финалда басқаша тактикамен бокс естім. 90 келіге дейінгі салмақта Сағындық Тоғанбай мен Нұрмагомед Юсупов жекпе-жекке шықты, және Тоғанбай Түркістан облысына алтынмен оралды. Керемет жекпе-жек болды. Өте тартысты, енді ауыр салмақтардың жекпе-жектері қызықты болады. Қола жүлдені Данияр Рахымбердинов пен Оңтайлап Рахмановтар алды. Ал 90 келіден жоғары салмақта финалда Нұрлан Сапарбай Аслан Елдібайұлын жеңіп кетті. 19 жастағы жігіттің енді расында өте мықты айқасы болды, бірақ ол тәжірибелі Нұрлан Сапарбайдан айласын асыра алмады. Данияр Сапарбай мен Нұрасыл Асылхандар қола жүлдегер атанғандығын айта кетейік. Енді бұл жерде жалпы командалық есепте Түркістан облысының жігіттері жарады, өте мықты нәтиже көрсетті. Олар 4 алтын, 1 күміс және 3 қола жүлде алды. Екінші орында Алматы қаласының боксшылары алды, 2 алтын, 3 күміс және 6 қола жүлде, және Шымкент қаласы 2 алтын, 2 күміс және 6 қоламен марапатталды. Сондай-ақ жүлдегерлер қатарында енді 4-ші орында деп айтайық, алғашқы бестікті айтайық. Қарағанды облысы 2 алтын, 2 күміс, 3 қола, Астана қаласы 2 алтын, 1 күміс және 1 қола жүлде. Тағысын тағы ары қарай кете береді жүлде алған өңірлер. Мінекей, ардақты ағайын, Қазақстан чемпионаты осылайша өз мәресіне жетті. Енді қыздар арасындағы жаңа есімдерді айттық, ішкі чемпионатта топ жарған. Ал енді осы турнирдің қорытындысы бойынша Қазақстан ұлттық құрама командасы қайта жасақталады. Бұл турасында қыркүйек айында өткен Ливерпульдегі әлем чемпионатының қорытындысы бойынша бас бапкер Қайрат Сачанов мырза өзі хабарлаған еді. Яғни әлем чемпионатының қорытындысы бойынша алтын алған боксшылар Қазақстан чемпионатына қатыспайды, олар ұлттық құрамада қала береді, ал қалған жігіттердің барлығы ішкі чемпионатқа қатысу керек, және олардың ішінде үздік шыққандары ұлттық құрамаға қайта шақыртылады деді. Яғни осы Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары ұлттық құрамаға қайта шақырту алып отыр. Енді осы қазан айының соңғы аптасында ұлттық құраманың оқу-жаттығу жиындары басталады. Одан кейін барып негізгі мақсат осы қараша айында World Boxing'ның ұйымдастыруымен өтетін Үндістандағы әлем чемпионатының енді әлем кубогының финалдық кезеңі. Білесіздер, Астанада екінші кезең өткен еді. Қазақ жігіттері жалпы есепте көш бастап кетті ғой, сол кезде алтынның бәрін алып. Мінекей, бірақ Өзбекстан құрамасы келмеген еді ол кезде. Ал енді Үндістандағы әлем кубогының соңғы, яғни финалдық кезеңіне Қазақстан мен Өзбекстанның жігіттері барады. Сөйтіп, сол турнирде тағы да өзара мықтыны анықтайды. Сондай қадірмен көрмен бұл осымен Үндістандағы турнирмен биылғы маусымдағы жарыстар аяқталмайды. Өйткені біз IBA деген турнирді білеміз ғой. Осыған дейін IBA-де болып келдік, және әлі де бармыз. Және IBA-дің ұйымдастыруымен тағы да әлем чемпионаты болады. Яғни биылғы жылдың енді шешуші жарыстарының бірі. Ол турнир Біріккен Араб Әмірліктерінде өтеді. Және ол турнирдің бір ерекшелігі, енді ол турнирді бүгінде енді көп адам көп мойындай бермейді, өйткені Халықаралық олимпиада комитеті IBA-ді жалпы шығарып тастаған өз ұйымнан. Бірақ жүлде қоры бар, қомақты. Қателеспесем, жеңіске жеткен боксшы 100 мың ақш долларын иеленеді. Теңгеге шаққанда 50-55 миллион теңге қосымша табысқа ие болады. Ал енді Ливерпульдегі әлем чемпионатында білесіздер ғой, жалпы ұйымдастырушылар бірде-бір ақша берген жоқ, бірде-бір тиын шығарған жоқ. Бірақ енді статусны турнир деп айтады, өйткені олимпиадаға бару үшін міндетті түрде World Boxing'ның ұйымына мүше болу керек, сол турнирге, сол ұйымның турнирлеріне қатысу керек. Алдағы уақытта олимпиадаға жолдама берілетін лицензиялық жарыстар болады. Сондықтан да сол ұйым бізге ауадай қажет қой олимпиадаға бару үшін. Бірақ ол жақта ақша жоқ. Ал IBA-де ақша бар. Омар Кремлевті білесіздер, ресейлік азамат, сол IBA-дің басшысы. Қандай жарыс болмасын, әйтеуір бәріне ақша шығарып жүреді, енді өзінің ұйымын сақтап қалу үшін. Сондықтан да сол IBA турниріне де біздің жігіттеріміз барып, тағы да әлемді мойындатып, өз былайша айтқанда материалдық жағдайларын жақсартуға тағы да қосымша мүмкіндік бар. Қадірменді көрермен, ендеше видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.